науқас ес-түссіз қараған кезде биологиялық өлімнің кеш белгілері пайда болған. Қарап тексерген кезде ешқандай денесінде зорлық-зомбылық белгілері жоқ. Бірден ағасынан сұрадық, не жағдай? 2 сағат бұрын кеуде тұсының ауырсынуына шағымданған. Сосын бұлар бірден скорый помощь шақырмақшы болған, отказ жасаған. Мен қазір успокоительный ішемін, бәрі жақсы болады деп бөлмесіне кіріп кеткен. 2 сағаттан кейін бөлмесіне барып қараған кезінде ес-түссіз скорый помощь шақырды. Бірақ бәрі уже поздно. Бір жағынан әрине бір өкініш болды іштей. Может 2 сағат бұрын, может 1,5 сағат бұрын ерте шақырғанда үлгеріп қалатын бедік, бәрі жақсаратын бедік деген. Сонда менің бұлай түсінгенім, кейбір адамдар мысалы болмашы нәрселерге бір без показания скорый шақыруға құмарда, мысалы тісім ауырып жатыр деп те кейде шақыратындар бар. Ал бірақ осындай белгілерді көріп тұрып, жалпы кеуде тұсының ауырғанын көріп тұрады, кейде бір жақ шеті салданғанын, тілі күрмеліп жатқанын жақынын көріп тұрады, бірақ скорый помощь өте кеш шақырады. Сол үшін де ескертетін нәрсе, мысалы жақыныңызда кеуде тұсы ауырды ма, тілі күрмеліп бір жақ шеті салданды ма, бұл әрине инфаркт пен инсульттың белгілері алғашқы. Бірден жедел жәрдем бригадасын шақырыңыз.